Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге лағман созудың бірнеше үлгісін көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны өткізбей қарап, рецепті сақтап алып жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды және де дәміне қарай тұзымызды саламыз. Салқын суымызды құйып, қамырымыздың басын біріктіреміз. Қамырымыз міндетті түрде қатты болып үйленуі қажет. Егер жұмсақ болатын болса, лағманымызды созған кезде қамырымыз үзіліп кетуі мүмкін. Сол себепті барынша қатты қылып үйлеуге тырысыңыздар. Қамырымызды илеп болғаннан соң таза салапанға салып, бөлме температурасына жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қайтадан алып, қолымызбен дәл видеодағыдай етіп жасап шығамыз. Содан соң тағы да салафанымызға салып, бөлме температурасына 20 минутқа тағы да қойып қоямыз. Жиырма минуттан соң қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Қалыңдығы дәл осы видеодағыдай болуы қажет. Содан соң үстіне сұйық майымызды жағып, пышақтың көмегімен қамырымызды бірнеше бөлікке кесіп шығамыз. Қамырымызды кесіп болғаннан соң бетіне пакет жауып, 10 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды алып, бірінші үлгісін созып бастаймыз. Яғни екі алақанымызбен екі жаққа тарту арқылы лағманымызды созамыз. Бетіне май жағып пакет жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң бір алақанымызбен қамырымызды басып, екінші қолымызбен қамырымызды тартып созып отырамыз. Бұл екінші тәсілі. Жасап болғаннан соң міндетті түрде бетіне май жағып, тағы да 10 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Енді келесі үлгісі ол екі саусағымызбен қамырымызды дәл видеодағыдай созып тартып отырамыз. Енді соңғы үлгісі, яғни лағманымыздың бас жағын үлкен саусағымызға орап алып, қолымызға ораймыз. Осылай содан соң столға бірнеше рет ұру арқылы лағманымызды созамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, сіздерге ыңғайлы болады деген ойдамын. Лағманымызды созып дайындап болғаннан соң қайнап тұрған суда 5-7 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет достар.